14 ғасырдан бастап домбыраны бастаған. Қобызға жастау екен домбыра. Оған бірден-бірде мысалы атақты Чанақ ақын дүниеден өткенде қобыздан адам алмай қалды дейді. Шоқан Уәлихановтың екінші томында жазылған сөйлеп. Ел хаттық мұрынды қобыздан адам алмай қалды. Домбырамен неге бар жаңа өзің айтқандай қазақтың несінен ойып жасайды, томарының ойып, томар несі дыбыс беру несі күшті болады томарда. Бос ағаш емес қой, неге ағаштың бұталарын жиынтағы міндетті сөзді шалып жасайды екен. Қобызда сағылышқа деген соң не құрылды. Жай қобызға қарағанда, жай қобызды жай шыға береді, анау келін екі соңында. Енді үстінен қамыстың өзінің қамыстан құрайдан сызғыр жасаған жеттерін десетті, ойнай береді. Сонда жоқтан бір жасаған қалыппыз ғой, тарихтың несі. Ал енді нотаға келетін болсақ, нотаны бертін келе 15-ші ғасырда Әл-Фараби бірінші рет неге түсірген. Жеті нотаның жеті неден тұратын, дыбыстан тұратын, сол барлығын белгілеп, қай жерде, қай ақтабада тұрады, қай неде тұрады, соль кілті дейді мысалы. Ол неге соль кілті, сол соль несінің шығатын жеріне барып бітеді екен, басынан соль кілті деп атаған. Пісімдер етпесең сөздің басына, ал бізде нотада бір соль скрипичный деп шығады. Соль кілті дейді оны неге. Бірі домбыра бұрында алғашқы орын шыққанда қырғыздағы қомыз тәрізінде тесігі болмаған бетінде. Сол домбыраның алғашқы орындау үшін бір Көроғлы деген күйші болған, Найманнан шыққан. Сол атақты Жош ханның әңгімесін білесіңдер ғой? Шыңғыс ханның баласы Жош хан қайтыс болып, сонда ол айтқан кім маған келесілсе, соның көмейіне қорғас оқиям деген ғой. Сонда елдің бәрі ақылды ғой енді. Не істейміз деген кезде жаңа Көроғлы айтқан ғой, сен барып естірт. Көроғлы домбырасымен барып жаңа қомыз тәрізінде несі жоқ, кесі жоқ. Орындаған кезде көмейіне не құйдау деген кезде тоса болған ғой. Ол бір ауыз сөз айтқан жоқ қой. Домбырасы сол қорғасы құйылу жөнінде кесі содан қалған деген не бар. Содан қалнатсы домбырамыз жақсы үні шығып, тамаша бірдеңе себеп болады ғой. Мұңқылдап тұрған домбырамыз сайрап қоя берген. Ағамыз Дала дастан деген үзінді айтып берейін. Егер болса сөз қозғайын даладан, бүкіл қазақ сол даладан тараған. Айта алмай жүр талайлар, туған жердің қасиетін кім санаған. Дала деген үкілі ұрай бір жандар, өксіп жүріп өлер шығын құрғандар. Дала мәди жаяумыз ол тәттімбет, кең далада құлпытас болып тұрғандар. Дала деген алаудан абайым, қалап кеткен өлең сөздің сарайым. Ол да заңғар қол жетпестей биікте, кейінгілер қарайламайды маңайы. Дала жамбыл өлең сөздің түйдегі, дала шаңбыр құрманғазов күйлері. Дала гәкку күләш салған Мәскәуде, дала деген шарапамның билері. Дала мұқтар жеке дара көрінген, дала сәкен 80 көл боп өрінген. Дала амау Хамит Сәбит бейімбет, дала Ілияс Жетісу боп төгілген.
Сұлу көкше Үралтайдың арасы, байтақ жатқан қазағымның даласы. Сонша жерді сойылымен қорғаған бабаларым осал емес шамасы. Сонша жерді сойылымен қорғаған бабаларым осал емес шамасы. Ескен қоңыр салқын таң самалы, үніңнен күйші далам балтамады. Ой жеткен наурыздай сылаңдаған, армысың жер жәннәті арқадағы. Телміріп сымбатыңа көп қарадым, боталап сағыныштан көз жанарым. Өңілдің ұлылардың бесігін оп, алдында басын дейіп жаңарқамдың. Кең дала күлеген ақтан кердей, арылдап алып қашар тізгін бермей. Аунақшып құба жондар барады ұзап, жайлауға шеру тартып көшкен елдей. Күмбірлеп құлағыма күй келеді, тербелтіп шымырлатып жан денемді. Одадай боздап келген сағынышым, іздейді жаңарқамнан әлденені. Құлпырған көктемдегі көркін қандай, қараймын дидарыңнан көзімді алмай. Әр төмен көзге ыстық көрінеді, күй тартып тоқа бабам отырғандай. Бар дала кеудесіне кеткен сыйым, япырауа сүлім оу неткен биік. Әкелші домбырасын иіскейін, бабамның әруағына басын дейік. Арамды құба жонды қиып өтіп, киіп кетіп барадау киіп кетіп. Сәке келе жатқандай ақ боз атпен бауырын иманақтың дүбірлетіп. Күй тамған күңіреттік бармағынан, тоқамын жаралғандай арманынан. Мұхамбет жан секілді ұлды берген, жаңарқа айналайын топырағынан. Аққуға аспанда бұның қосқан, әншіні көргенім жоғынан асқан. Қайраттың кіндік қамау тамған өмір, сен маған ыстық едің бала жастан. Қыздарың айдың көлдің ақ буындай, қайраттың шырқап салған гәккуындай. Қырланған жайтасындай жіліктерің, ортаудың өркөш шоқтығындай. Атаңның бір ұлың мен ақын қалдық, атаңның бір ұлың мен батыр қалдық. Мекені сал серінің қайран арқам, чатырсың ұлылықтың отын жағып. Болғандай осы дала күй кешеріп, торады тау мен тасауды біз беріп. Әйтеуір көкірек ауғын бірдейді, құдайдың қоңырауы секілденіп. Жусам боз қараған өскен қаулап, сайсала сылдырдайдау кәусар бұлақ. Жаңарқа бенде сенің боздайлағың, алайын топырақ ол аунап-аунап. Жаңарқа бенде сенің боздайлағың, алайын топырақ ол аунап-аунап.